Достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Шоразқызы. Бүгінгі видеороликте үй жағдайында жасалатын донор түрін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, бағалауды ұмытпаңыздар. Мен бұл өзіміздің үйде жасалынатын донорымызге осындай копченый бір тауықтың аяғын, және де морковте салат, фри, қызанақ, қияр, кетчуп, майонез және де лавашный тестаны қостым. Бұл ингредиенттерді басқа да ингредиенттермен ауыстырсаңыздар болады. Мысалы, кәдімгі тауықтың аяғы, бұл копченый емес, жай ғана тауықтың аяғын маринадтап, духовкаға пісіріп, одан кейін барып қойсаңыз өте дәмді шығады. Ал егер жай ғана оны суға қайнатып, солай істейтін болсаңыздар, ол дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан кеңес беретін осы копченый филе мен копченый бір тауықтың аяғы өте дәмді келеді. Осы лавашқа, яғни донордың жасалуына көп кәдімгі дәмді болуына қатты әсер етеді. Басқа да ингредиенттерді қоссаңыздар болады қосымша ретінде. Мысалы, морковте салаттың орнына басқа да салат түрін, сол секілді көп заттарды қоссаңыз болады. Көп жерлерде осы донорге пияз қосып жасалады, яғни жасайды көптеген мастерлер, осындай арнайы өздерінің кәдімгі шеф-поварлар осындайлардың барлығы пияз қосып жасап ұсынады қонақтарға, яғни. Ал бірақ біз үй жағдайында кез келген өзіңіз жақсы көретін нәрсенің барлығын сала берсеңіз өте дәмді шығады. Сол себептен пияз қосып да байқап көруге кеңес беремін. Бірақ мен бүгінгі донор жасағанда оған пияз қоспаймын, себебі біздің отбасымыз осында пияз қосқанды жақсы көрмейді. Әркімнің вкусы әртүрлі дейді. Сол секілді өзіңіз қандай затты жақсы көресіз, соны да қоссаңыз болады. Және де достар, сіздерге тағы бір ақпарат кеңесім. Менің осы видеоның жоғары жағында инста парақшам белгіленген. Міне сол парақшаға тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Себебі ол парақшада жеңіл-желпі рецепттермен және де көптеген осындай блогер болғыңыз келсе соған арналған ақпарат кеңестермен бөлісетін боламын. Сол себептен қапыда қалмай, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Негізі лавашный тестаны да өз қолымызбен жасасақ та болады. Ол өте оңай. Келесі бөлімдерде мен осы лавашный тестанымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және де осы тойымды, яғни әдемі көрініс болу үшін лавашный теста да әсер етеді екен. Мысалы, менде қазір лавашный теста өте кішкентай, бірақ мен сонда да өте көптен салып жатырмын. Бастапқыда өзімде білген жоқпын. Шынымды айтсам, одан кейін аз-аздан салуға тура келді, себебі оралуы қиын болып кетеді. Ең алдымен бір шетіне қарай салу керек екен, одан кейін барып ең астыңғы бөлігін бірінші, одан кейін екі жағынан, одан кейін барып домалатып
оны грильде немесе духовканың сеткасында пісіріп алған жөн. Мысалы қараңыздар, лавашный тесто әртүрлі адамдардың қолынан жасалынады. Оны кім жасаған, қалай жасаған білмейміз ғой. Сол себептен оны міндетті түрде грильге қойып осылай пісіріп алған жөн. Гриліңіз болмаса духовканың таба қоятын сеткасы бар ғой, табаны қоймаймыз, ал сол сеткаға 5 минуттан арғы бет бергі бетін аударып пісіріп алуға да болады. Бұл кеңесті міндетті түрде жадыңызда ұстаңыз, және де астарыңыз дәмді болсын. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Тіркеліп бағалауды ұмытпаңыз.